Сәлем достар, бүгін қатпарлы керемет дәмі бар самса дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен ұнымызға бөлме температурасындағы майды салып, қолымызбен жақсылап біріктіреміз. Үстінен тұзды су құйып, жұмсақтап қамыр илейміз. Біздің начинкасы үшін етті, пиязды және кішкене майды ұсақтап турап, бәрін араластырамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде өсімдік майын 3-4 қасық қосып араластырамыз. Қамырымыз тыңғаннан кейін 2 бөлікке бөліп тағы илеп қоямыз. Сәлден соң қамырымызды жұмсарғаннан кейін жаюға кірісеміз. Жайылған қамырымызды сары маймен майлап, үстіне екінші қамырымызды жайып саламыз. Екінші қабат қамырымыздың үстінен де солай майды жағып, рулет қылып ораймыз. Рулетімізді целлофанға орап, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. 2 сағат өткеннен кейін қамырымызды шығарып, бірдей ұсақ бөліктерге бөлеміз. Әрбір бөлікті жайып, ішіне салманы салып, самсаны түюді бастаймыз. Менің самса түю әдісімді асықпай видеода көрсететін боламын. Самсаны түю үшін ең бірінші жақтауларын жақсылап қысып, ары қарай өрнек сала бастаймыз. Егер сіздер де осы самсаның түю түрін пайдалансаңыз, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Міне самсаларымызды осындай әдіспен түйіп, әдемілеп жасаймыз. Менің арнамда тағы қандай рецепт көргілеріңіз келеді, комментарийге жаза кетіңіздер. Сондай-ақ достар, арнамдағы жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Самсаларымызды түйіп болған соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағып күнжітпен әрлейміз. Самсаларымыз 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минутта дайын болады. Міндетті түрде менің рецептіммен осы самсаны жасап, дәмін татып көріңіздер.